Assalamu alaikum. Алдыңызда ветеринарный врач Бегалиев Тазабай. Шундай сұрау келіпті, яғни қарамаларыма, бауыр құртқа, яғни ішкі паразиттерге қандай дәрілерді қолдансам болады депті достар. Видеоға лайк басып тұрыңыз, мен қазір сіздерге бұл дәрілер хақында мағлұмат беріп өтуге әрекет етемін достар. Яғни уколлардан клозентрем, оралинол, содан кейін яғни иммунопаразитан деген дәрілерді қолдансаңыз болады. Бұлар укол, яғни инъекция қылынады. Ал таблеткілерден, яғни альбен деген таблетка қолдансаңыз болады. Содан кейін, яғни альбендазол 2,5%, альбендазол 10%, яғни суспензияларын қолдансаңыз болады достар. Енді достар, содан кейін осындай сұраулар келеді, яғни сол серім 7 айлық буаз, соған яғни альбен деген таблетка берсем бола ма депті. Альбен деген таблетканы достар, яғни сол буаз сауын сиырларға, яғни бермеуді маслихат етемін достар. Неге десеңіз, өзімнің жеке практикамда, яғни сол 2 айлық, 3 айлық болған кездерінде альбен таблеткасын беру ақыбетінде, яғни іш тастап кеткен жағдайлар болды. Соның үшін достар, буаз кезінде альбен таблеткасын бермеуді маслихат етемін. Ал достар, яғни уколлар, яғни клозентрем, оралинол, содан кейін иммунопаразитан, я болмаса альбендазол деген дәрілер достар, яғни сол бауыр құрттың дәрілерін сол инструкциясы менен қысқаша танысып шығып, сөйтіп тұрып инъекция қыласыз. Ал бауыр құрт кеселігінде қандай клиникалық белгілер пайда болады дегенде достар, бауыр құрт кеселігінде сол сауын сиырлардың сүт өнімдарлығы төмендеп кетеді, содан кейін яғни қарамалылардың мойнының астында бос ісік пайда болады достар, яғни бос ісік. Бұлар яғни сол бауыр құрттың клиникалық белгілері болып есептеледі. Видео пайдалы болған болса, лайк басып, түсінбей тұрған сұрауларыңызды комментарияда жазып қалдырсаңыз болады достар. Сіздермен біргелікте вет доктор Бегалиев Тазабай болды.